Саламатсыздар ма, арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода дәл осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, балалар сүйіп жейтін блинчик дайындаймыз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағамыз, үстінен құмшекер, тұз салып араластырамыз. Осылай шамалы араластырып болған соң үстіне жарты литр айран құямыз және араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып болған соң шетке алып тұрамыз. Ыдысымызға 200 мл ыстық қайнап тұрған су құйып, үстінен 1 шай қасық сода салып, араластырып, айран қосылған массамыздың үстіне сұйықтығымызға қосып, тез-тез араластырамыз. Осылай массамыз шамалы көтеріледі, қорқып кетпеңіздер, тасымайды. Сондықтан осындай үлкендеу ыдысқа салуға әрекет жасаңыздар. Дайын болған сұйықтығымыздың үстіне ұн саламыз. Менде тура 250 грамм ұн кетті. Сіздер ұндарыңызға қараңыздар. Шамалы аздау немесе көптеу кетуі мүмкін. Үстінен осындай миксер көмегімен немесе венчикпен араластырамыз. Және үстіне 4 ас қасық сұйық май қосамыз. 1-2 араластырып жіберіп, қуыруды бастаймыз. Тәпемізді жақсылап қыздырып алып, отымыз орташадан шамалы жоғарылау етіп аламыз және аздаған май жағып, блинчиктерімізді қуыра бастаймыз. Отымызды шамалы жоғарылау болмаса, осыны аралары ашылып, тесік-тесік болып піспейді және майымыз көптеу болып қалса да, блинчиктеріміз қалағандай, өзіміз қалағандай әдемі болмай қалады. Қалған блинчиктерді дәл осындай етіп пісіріп аламыз. Каналымда және осы блинчиктің сүтте пісіретін варианты бар. Көрсеңіздер болады. Дәл осы сұйықтықтан менде тура 16 блинчик болып шықты. Өте жұмсақ, дәмді және ішіне қалаған тәтті начинканы салсаңыздар болады, себебі ішінде шекері көптеу. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер. Сау болыңыздар.